Ал Алматыдағы Жақұтов атындағы нөмірі 2-ші жылу электр орталығын жаңғыртуға Қазақстанның даму банкі де атсалысады. Бүгін тараптар кредиттік желі ашу туралы келісімге қол қойды. Жоба сәтімен жүзеге асса, атмосфераға күкірт диоксиді мен күл шығарындыларын бөлінуі толығымен жойылады. Алматыдағы нөмір 2-ші жылу электр орталығын жаңғырту жұмыстары 2026 жылдың соңында аяқталады. Жаңа станцияның жалпы қуаты 600 мегаваттқа тең. Ауқымды жоспарды жүзеге асыруға қыруар қаржы жұмсалатыны белгілі. Бұл үшін Азия даму банкі мен Еуропа қайта құру және даму банкі, сондай-ақ Қазақстанның даму банкі несие бөлмек. Қазақстан даму банкінен 117 миллиард теңге шейін ақша бөлінеді. Біз әрбір квази мемлекеттік жобаны қаржыландырмаймыз. Тек қана егер басқа халықаралық қаржы ұйымдар қатысқан кезде ғана және ESG проект болған кезде ғана біз сол проекттарды қарастыра аламыз. Мамандар тас көмірдің орнына табиғи газды қолдануға талпынып отыр. Бұл станцияның қоршаған ортаға теріс әсерін азайтуға мүмкіндік береді. Атмосфераға бөлінетін күкірт диоксиді мен күл шығарындыларын толық жойып, көміртектің қос тотығын 1,5 есе азайту көзделеді. И мы очень рады, что Қазақстанның даму банкі жобамызға көңіл бөлгеніне қуаныштымыз. Жаңғырту жұмысы уақытылы аяқталады деп үміттенеміз. Жылдың соңына дейін жобалау сатысы жүреді. Нысан толықтай газға ауысса, Алматы жұртшылығы ауа сапасын жақсарған сезінеді. Алматыдағы нөмір 2-ші жылу электр орталығы 1980 жылы іске қосылды. Күллі Қазақстандағы ең ірі орталықтың 72%-ға тозығы жеткен. Мамандар жыл соңына дейін құрылыс монтаждау жұмысы басталатынын айтты. Келесі жылы алғашқы кезеңі аяқталады. Мерей Мұратханқызы, Асхат Қарақойшы, Хабар 24.